Құлақ неге шыңылдайды? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Құлақ не себепті шыңылдайды екен? Сіз қалай ойлайсыз? Дәл осыны астында комментарийге жазып кетіңіз. Сосын барып, видеоны жалғастырып көруге кеңес беремін. Қазақ негізінен ырымшыл халық. Кез келген әрекетті белгілі бір дүниемен байланыстырып қояды. Мәселен, ел ішінде адам сенгісіз болса да, оң құлағым шыңылдаса мені мақтап жатыр, сол құлақ болса мені жамандап даттап жатыр деген түсінік қалыптасып кеткен. Алайда ғалымдар құлақтың шыңылдауы басқа дене мүшелерінің созылмалы ауруларының байланысы бар екенін анықтады. Құлақтың шыңылдауын тиннитус деп аталады. Зерттеушілер құлақ ауруларымен, ми атеросклерозымен, есту қабілетінің нашарлауымен байланыстырады. Сондай-ақ медициналық препаратты қолданудың әсерінен болады дейді. Ал 55 пен 65 жас аралығындағылардың құлағы жиі шыңылдайды екен. Ғалымдар құлақтың шыңылдауы мен созылмалы аурулар мидың дәл қай бөлігінің зақымдалғанын көрсететінін анықтады. Ол бөлік мидың ішкі медиалды, префронталды қабығы мен оған іргелес жатқан ядро. Бұл бөлік адамның кез келген нақты себептерсіз созылмалы аурулардың пайда болуына жауапты. Осы зерттеулерге қарап, ғалымдар енді құлақтың шыңылдауынан қалай арылуға болатынын қарастыруда. Құрметті көрермендер, видеоларымызды соңына дейін көріп жүргендеріңізге алғыс білдіреміз. Тыңдап отырған құлақтарыңыз ешқашан шыңылдамай, ауырмай жүріңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.